Сәлем достар, сіздермен бірге логикалық сұрақтар арнасы. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз артық эмоцияны табатын боламыз. Ал ендеше бастадық. Бұл жерде панданың басы бар екен. Ал ендеше кім табады? Міне мұнда аюдың басы тұр. Ал енді бұл жерден өзгеше балапанды тауып көрші. Міне мұнда тұр екен. Таптың деп ойлаймын. Ал мұнда артық жәндік бар. Тауып көрейік. Міне мұнда тұр екен. Ал келесі суретте шаяндарды көреміз. Бұл жерде қайсысы артық? Міне мына бұрышта тұр екен. Ал мұнда мүйіз тұмсықтар бар екен. Бұл жерде де бір жануарымыз артық. Бұл бегемот екен. Ал енді жыландардың арасынан іздеп көрейік. Ал жыландардың арасында айдаһар не істеп жүр? Ал бұл жерде көзін жауып тұрған маймылды көреміз. Міне таптым, бұл аузын жауып тұр екен. Ал сен таба алдың ба? Бұл жерде қошқарларды көреміз. Қайсысы артық? Ал мұнда жалғыз ғана қой бар екен. Таптың деп ойлаймын. Енді екі өркешті түйелердің арасынан артық түйені іздейміз. Міне мұнда жалғыз өркешті түйеміз бар екен. Ал енді қояндардың арасынан қайсысы артық? Міне мұнда аппақ тышқан жүр екен. Айдаһарды тауып көрші. Бұл өте оңай, тез таптың деп ойлаймын. Ал мынау жапырақтардың арасында ерекше жапырақ бар. Міне мұнда тұр екен. Бұл жерде ерекше айды табу өте оңай. Міне мұнда тұр екен. Ал енді жүрекшелердің арасынан ерекше жүректі тауып көрейік. Міне жараланған жүрек. Ал енді ерекше құлыпты таба аласың ба? Таптың деп ойлаймын. Міне мұнда тұр. Балға мен балта. Ал кәні ерекшесін тауып көр. Міне мұнда тұр. Таптың деп ойлаймын. Ал мұнда жоғарыға көтеріліп бара жатқан ұшақ. Ал мынау жерге қонып жатқан ұшақ. Алмалардың арасынан іздеп көрші. Міне мұнда алмұрт бар екен. Ал мұнда жаңбырлы бұлттар. Кәнекей тауып көрейік. Ал енді қар жауып жатыр. Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Келесі кездескенше достар.